Қайырлы күн ханымдар, бүгін сіздерге өте дәмді сочный болып шығатын асқабақтан жасалатын мантының рецебімен бөлісемін. Алдымен біз қамырын дайындап алатын боламыз. Жылы суымызға тұзымызды, жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып, нанымызды илеуге кірісеміз. Мен осылай көз мөлшерімен 2 жайын болатындай ұнымды дайындап алған болатынмын. Нанымызды илеу барысында арасына артық қалмайтындай етіп жақсылап илеп тындырып аламыз. Дайын болған нанымызды 2 бөлікке бөліп, тағы да тындыруға қойдым. Нанымыз тынғанша мантының салмасына керек заттарымызды аршып дайындап аламыз. Ең алдымен мен асқабағымды осылай аршып, жуып дайындап алдым. Одан кейін бізде Нарынқол жақта әр тамаққа картошка қосып үйреніп қалған. Мантыға да 4 тал картобымды, пиязымды қостым. Осылай барлығын кубиктап турап, үлкен тегешімізге салып аламыз. Осы аралықта нанымызды тағы да бір рет иін қандырып, жақсылап тындырып аламыз. Нанымыз біркелкі жайылу үшін. Одан кейін менде салмасына қойдың еті, қалауларыңызша жылқының, сиырдың етін қоссаңыздар болады. Мен осылай еттен кейін шұжығымды қосып алдым. Мантымыз сөлді, дәмді болып шықсын деп. Одан кейін жаңағы бір шыны майымды құйып алдым. Татымына қарай тұзымызды, қара бұрыш, қызыл бұрыш қосып, салмасын жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Маған осылай қолмен ыңғайлы болғандықтан барлығын қолмен араластырдым. Міне салмамыз дайын болды. Ендігі кезек бізде нанды жұп-жұқа етіп жайып алу. Жұп-жұқа етіп жайылған нанымызды кесуге кірісеміз. Әркім әртүрлі кеседі. Біреулер осылай жайылған күйінде 4 бұрыштап кесіп алып жатады. Бірақ мен олай кесе алмайды екенмін. Осылай нанымды бірінші жинап алып, одан кейін жаңағы кезекпен бірінің үстіне бір қойып жайып алып, 4 бұрыштап кесіп аламын. Бұрыннан осы әдіспен кесем, осы әдіс өзіме ыңғайлы. Міне қыздар, осымен біздің нанымыз дайын. Ендігі кезек мантымызды түйуге кірісеміз. Мантымызды түйіп жатқан уақытта суын отқа қоямыз. Кастрөлімізді суымызды құйып, оны құйғаннан кейін қыздар, сіздерге менен бір кеңес болсын. Жаңағы суымызға 1-2 қасық тұзымызды салып жіберсек, мантымыз бөлек-бөлек дәмді болып шығады. Қайнаған суымызға мантымызды қойып, 45 минутқа пісуге жібереміз. Міне қыздар, мантымыз пісіп дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Барлығыңызға ас болсын. Каналыма жазылып, комментарий жазып өтіңіздер.